Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін ең дәмді, ең жұмсақ, ең оңай кекстерді дайындайтын боламыз. Бұл рецептпен капкейктерді дайындап жүрсеңіз болады. Мына жерде бізде 180 грамм жұмсақ сары май, оған 180 грамм қант қосамыз. Жақсылап миксерлейміз. Енді бір-бірден жұмыртқа қосамыз. Бізге 3 жұмыртқа қажет болады. Бізде осындай эмульсия сияқты масса шығады. Бұл жерде сары май, жұмыртқа және де қант. Енді ұн мен қопсытқышты қосамыз. Бірден електен өткізілген 225 грамм ұн қосамыз. Бізге 6 грамм қопсытқыш қосу керек. Разрыхлитель. Бізде 1375 грамм болып тұр. 1381 болғанға дейін қосамыз. Бұл енді 6 грамм деген өте аз грамм болғандықтан таразыны обнулять етпей осылай қоссаңыз салмағы дұрыс шығады. Қопсытқышты негізі ұнмен араластырып алған дұрыс болады. Ал бисмилlah. Осындай қою масса шықты. 45 грамм сүт қосамыз. Миксерлейміз. Консистенциясы осындай болады. Қоюлау масса шығады. Енді біздің формамызға орналастырамыз. Осындай бір ас қасық негізі жеткілікті болады. Толтырып бір ас қасықтан саламын. Қазақстан шоколадын майда бөліктерге бөліп қосып жатырмын. Өзіңізге ұнайтын кез келген салмамен дайындаңыз. Мысалы, мейіз, қатырылған жидектер, балғын жидектер, кез келген жаңғақтар тіпті ешқандай салмасыз да өте дәмді болып шығады. Осындай қатырылған жидектерді де қосуға болады. Менде малина бар екен. Малинаны осылай крахмалға аунатамын. Менде жүгері крахмалы, сонда артық суы бөлінбейді. Смородина, яғни қарақат қоссаңыз да болады, өте дәмді болады. Кез келген жидек, балғын жидек те жарайды. Егер крахмалға аунатпасаңыз, онда суы шығып кетеді. 170-175 градусқа дейін қыздырылған пешке шамамен 20-25 минутқа жібереміз. Менде 18 минутта пісіп шықты. Піскендігін ағаш таяқшамен тексереміз, құрғақ болып шығуы керек. Бұл рецептпен, яғни небәрі 3 жұмыртқадан 180 грамм сары майдан 24 дана ең дәмді кекстер шығады. Сондай жұмсақ, дәмді, нәзік, ауызда ериді. Бір рет дайындасаңыз, әрдайым дайындайтын боласыз. Дәмділігі сонша отбасымызбен таласып жейміз. Міндетті түрде дайындаңыз, отбасыңызды қуантыңыз. Құрметті көрерменім, каналымда бір жасағаннан шығатын пайдалы, сенімді рецепттер көп. Видеоға лайк басып, міндетті түрде каналға тіркеліңіз. Дастарханыңыз тек жақсылыққа жайылсын. Жаңа видеоларда жүздескенше.